Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Сіздер үшін бұл видеоны жазып, жалпы бір видео обзор жасайын деп жатырмын. TKT-дің бірінші модуліне байланысты. Мына жерде сіздерге соған келуі мүмкін ұқсас сұрақтардан не жасадым? Тест құрастырып, соны қазір разбор жасаймын. Бұл тек қана бірінші модуль бойынша. Келесі видео обзор модуль 2 бойынша болады. Так, құрметті әріптестер, қараймыз. Which sentence can, жалпы TKT модуль 1 ол background knowledge, то есть мұғалімнің грамматиканы, жаңағы нені, жалпы білімі қаншалықты нелерді білет деген нені тексеру үшін арналған. Так, кеттік. Мына жерде бірінші секция ол грамматиканы қаншалықты білесіз, соны тексеретін болған. Which sentence contains a superlative adjective дейді. Superlative деген күшейтпелі шырайды. Так, бұл жерде this is the most difficult test I've ever taken, yeah? Осы жерден Б варианты болады. Екінші сұрақ. Which of the following is an example of a demonstrative pronoun? Демонстративный деген жаңағы анау мынау деп қолмен көрсететін бар ғой, соны демонстратив деп айтады. Аты айтып тұр ғой, демонстрация, көрсету. Сол кезде мына жерде that is my book болады. Анау менің кітабым. Анау деген ар жақтағын айтып жатыр, иә? Кеттік ары қарай. She likes деген ол she, ол просто не ғой? Pronoun. I, олардың бәрі pronoun. А мынау that болса демонстративный pronoun болады. Көрсетіп тұрған. Үшіншісі, which sentence contains a subordinating conjunction? Subordinating conjunction деген, құрметті әріптестер, subordinating деген бір нәрсені екіншіге тәуелді қылатын, и conjunction деген жаңа екі сөйлемді қосатын, қазақшасын ұмытып қалдым. Екінен қосатын шлаум еді, сондай бірдеңе. Екі сөйлемді қосатын. Нерде? I went out because it was sunny. Because неліктен? Өйткені ыстық болды. Мына сөйлем мынаған subordinating жасап тұр, сондықтан subordinating conjunction because болады. Мына жерде қалған сөйлемдерде ондай нәрсе жоқ. Мына жерде but бар, бірақ ол бір сөйлемді екіншіге тәуелді қылмайды. Contradiction, наоборот, қарама-қарсы нені қояды да. Төртінші сұрақ. Identify the passive voice structure. Passive voice'ты білесіздер, иә? Жаңа ырықсыз етіс. A new school has been built. Міне, has been built деген бізде не? Жаңағы не? Passive voice. Кеттік. Бесінші сұрақ. Which sentence correctly uses a gerund? Gerund деген бар, сосын кейін жаңағы не деген бар? Infinitive деген бар. Құрметті оқушылар, gerund деген, оқушылар деймін, кешіресіздер, әріптестер. Gerund деген ing кәдімгі. She suggested going to the park. Мына жерде going, yeah? Suggested going. No gerund. Кеттік. Енді екінші секция бұл лексис, то есть қаншалықты vocabulary'ді мұғалімнің білетін тексеретін сұрақтар. Which of these is an example of a phrasal verb? Фразалық етістікті look up, то есть қарау. Мыналардың бәрі қалғаны не емес, фразовый глагол емес. Which word has a negative affix? Болымсыз аффикс. Аффикс деген жаңағы суффикс пен префикстің общий атауы аффикс болады. Мына жерде қарама қайшы негатив, ол unhappy да, мына жердегі. Келесі. What is an example of a compound noun? Compound noun екі немесе одан көп сөзден құралған зат есімді. Мына жерде бас стоп болады. Қалғанда бас стоп деген жаңағы аялдама, иә? Қалғандардың бәрі андай не? Еркін тіркес сөздер. Кеттік ал. 9. Which sentence contains a verb and the noun collocation? То есть етістік және зат есімі бар сөз тіркесі. She made a decision. He runs fast. Beautiful sunset amazed us. This is my book. Nerede make a decision? Құрметті әріптестер. Не болады? Еркін тіркес. Шешім қабылдау, иә? Which of the following contains a compound adjective? То есть екі немесе одан көп сөзден құралған сын есім. Мына жерде well paid. Жақсы төленетін жұмыс, иә? Екеуі бір сөз. Қалғандардың бәрінде не жоқ? Compound adjective жоқ. Кеттік ал. Үшінші секция фонология. Фонология деген жаңағы дыбысталу. Кеттік 11-ші сұрақ. Which word contains the phoneme sh? Sh sound. Fish, yeah? Кеттік 12. Which word contains a diphthong? Diphthong деген, құрметті әріптестер, екі дауыссыз дыбыс қосылған кезде дифтонг болады. Мына жерде екі дауысты дыбыс той сөзінде бар. Ой деген дифтонг. Кеттік ары қарай. 13. Which set of word contains the same vowel sound? То есть мынау қай неде несі бірдей дейді, дауысты дыбысы бірдей. Мысалы seat, meet. Мына жерде look, book. Father, rather. Father, rather. All of the above. Мыналардың бәрінде нелері бірдей. Мысалы look, ұзын у, иә, екі у. Book тоже сондай. Мынау seat, екі и созылады, иә, екі и. Мына жерде meet тоже самое. Father, rather тоже самое. А деген.
Сондықтан all of the above болады. 14. Which word has the stress on the first syllable? Бірінші буынға түседі. Banana. Bananада екінші буынға түседі да. Teacher. Teacherда бірінші буынға түседі. Decide. Decideда мына уже екіншісіне түседі. Computer ортасына түседі. Сол жақтан жауап teacher болатында. Кеттік ал. Functions. Functions деген сөйлемді қолдану, сөз қолдану функциясы. Қандай себеппен, не ниетпен. То есть сөйлеген кезде адамның ниетін анықтай алу да. Functions. Which function is expressed in the sentence would you like some tea? То есть мынаның функциясы қандай? Would you like деген бір нәрсе ұсыну, иә? Бір келе ма деген. That's giving advice емес, making an offer. Making a request. Request наоборот көмек сұрау. Expressing preference. Preference айтып тұрған жоқ, ұсынып тұр, шешім ба деген. Сол үшін making an offer. Which phrase is an example of making a request? Request уже көмек сұрау да. Could you help me please? Осы не болады? Request болады. You should see бұл не болады? Advice. I might go to the party. Бұл probability. I like coffee деген preference. Өзім ұнатуын айту. Ана жерде could you help me please? Requestқа жатады. Так, кеттік. 17. What is the function of the sentence you must submit your homework tomorrow? Сен ертең не істеуің керек? Үй тапсырмасын енгізуің міндеттісің деген сияқты. Бұл жерде expressing an obligation. Obligation деген ол міндеттілік. Міндеттілікті айту. Giving advice деген совет беріп тұрған жоқ, preference айтып тұрған жоқ, ұнатамын деп тұрған жоқ, ұсынып тұрған жоқ, айтып тұр. Сен міндеттісің. Жасауың керексің да. Кеттік ал. 5-ші секция методология. То есть сол методологияда ол неге жатады? Модуль 1-ға жатады, құрметті әріптестер. 2-3-ке жатпайды. Өйткені методология ол жалпы просто білім туралы. Так. Which teaching approach emphasizes physical movement? Physical movement деген, құрметті әріптестер, мысалы көбінесе бастауыш сыныптарда қолданылады. Мысалға балаларға тұрамызда Simon says touch your nose, Simon says touch your ears дейді. Соның бәрін қолмен, іс-әрекетпен жасайтын нәрсені physical movement дейді. Оны total physical response деп атайды бұл методиканы. TPR қысқаша айтқанда. То есть жыбырлау арқылы балаларды не арқылы, қозғалу арқылы үйрету. Total physical response. TPR. Бұны жаттап алыңыздар, өйткені бұл көп кездесетін термин. Жалпы методологияда. Кеттік. Which method involves translating text from L2 to L1? То есть қай методологияда L2 деген жаңағы ағылшын тілі, который үйреніп жатқан екінші тіл. L1 деген өзінің несі ана тілі. Сол неден үйреніп жатқан тілде ана тіліне аударылатын метод қалай аталады? Grammar translation method деп аталады. Аты бізге айтып тұр да. Кеттік арай. What type of assessment is the final exam at the end of a course? Нені курс біткен кезде соңында алатын емтиханның аты қалай? Бұл суммативное оценивание. Формативный ол әр сабақта жасалады и және құрылады. Біздің мектептегі формативный оценивание дұрыс емес. 10 балдан деп балмен қояды. Негізінде формативный ол бағамен өлшенбейді. Ол критериялармен құрылатын. Аты айтып тұр, құрылатын форматив. Diagnostic тест ол алғашқы сабақта оқушылардың деңгейін анықтау үшін алынатын емтихан. Мысалға, уровеньдерін білу үшін деген сияқты. Информал деген ондай ол мүлдем оған жатпайды.